Қызуыңыз көтерілді ме? Тамақ ауырып, әлсіздік болып тұрма? Бүгін сізге қызуды қалай дұрыс түсіру, қандай қателер жасамау және антибиотик қашан керек, соның бәрін 2 минутта түсіндіремін. Ересектерде 37,5-38,5 арасы қалыпты вирусқа тән реакция. Қызу ағзаның вируспен күресіп жатқан белгісі. Не істеу керек? 1. Сұйықтықты көп ішу, су, шай, сорпа. 2. Бөлмені желдету. 3. Жеңіл киім кию, денені қымтамау. 4. Жылы душ денені салқындатуға көмектеседі. Қызуды түсіру тек 38,5-тен асқанда ұсынылады. 2 қабат. Балалар, жүрек өкпе ауруы барлар бұған кірмейді. Жалпы қолданылатын қауіпсіз тәсілдер: парацетамол немесе ибупрофенді. Дәрілер көбіне құзырет. Дозаны қаптамадағы нұсқаулық бойынша ғана қолдану. Екеуін қатар шеберуге болмайды. Мұздай су, спиртпен ысқылау, суық ванна қауіпті. Ютубта көп адам тұмау болды. Антибиотик ішсем бе? деп сұрайды. Ең маңызды ақпарат: вирусқа антибиотик әсер етпейді. Тұмау, ЖРВИ, гонконг тұмауы бәрі вирус. Антибиотик қашан керек? Тамақта ірің болса, қатты күлдірген жөтел 10 күннен ұзаққа созылса, дәрігер бактериалды инфекция деп нақты айтса, антибиотикті өз бетімен ішу қауіпті, себебі бактериялар антибиотикке төзімді болып кетеді. Ауру басталғанда 3 күн ішінде мына қарапайым қадамдар жағдайды жеңілдетеді. Демалу, ауыр физикалық күш түсірмеу, тұзды су мен тамақты шаю, мұрын бітелсе тұзды ерітінді, витамин бай тағамдар, сүт шай, қант пен энергетиктерді азайту. Бұл информation ютубта өте сұранысқа ие. Демікпе, ауа жетпеу, 3 күннен ұзақ жоғары қызу, қатты кеуде ауруы, балалардағы құрысу, шатасып сөйлеу, қызу жиі кезетін белгі, бірақ дұрыс күтім мен қарапайым шаралармен жеңілдетуге болады. Маңыздысы антибиотикті орынсыз қолданбау және денеге ауыр салмақ түсірмеу. Денсаулығыңызға абай болыңыз.